Менің бастамаммен елімізде жайлы мектеп жобасы жүзеге асырылып жатыр. 2 жылдың ішінде барлық аймақта, соның ішінде ауылдық жерлерде жүздеген білім ордасы салынады. Соның арқасында 3 ауысыммен оқытудан біржола құтыламыз. Жақында ғана мен еліміздің кәсіпкерлерімен кездесу барысында қайырымдылық ретінде облыстарда, қалаларда мектеп салу керектігі туралы мәселені қозғадым. Бұл азаматтық жауапкершілік деген сөз. Сондықтан біздің кәсіпкерлеріміз осы жұмысқа белсенді түрде кіріседі деп ойлаймын. Бұдан бөлек, сыбайлас жемқорлық үшін жауапқа тартылғандардың заңсыз тапқан табысы мектеп салуға жұмсалып жатыр. Қазірдің өзінде 13 мектеп салынды. Жыл соңына дейін тағы да 33 мектеп бой көтереді. Жаңа мектептердегі білім беру деңгейі жоғары болу керек. Басты мақсат өскелең ұрпақтың сапалы білім алып, жан-жақты дамуына қолайлы жағдай жасау. Бұрын алған дипломын өмір бойы азық болады деген түсінік бар еді. Енді оның орнын өмір бойы оқы және үйрен деген қағида басу керек. Қазір жұмыс берушілер үшін ең бастысы диплом немесе сертификат емес. Олар іздене білетін, жаңа талапқа икемделе алатын, тәртіпті және оқыпты жас мамандарды бағалайды. Яғни, қызметкердің қолындағы қағазға емес, қарым қабілетіне мән береді. Сондықтан әр азамат үздіксіз оқу керек. Осындай білімге құштарлықты баланың бойына мектептен бастап сіңіру қажет. Яғни балаларымыз білікті маман болсын десек, ең алдымен орта білім сапалы болу керек. Ол үшін оқу жоспарын заман талабына сай етіп, құдайы жетілдіріп отыру қажет. Түрлі кәсіпті жылдам меңгеруге мүмкіндік беретін арнайы бағдарламаларды мектеп жүйесіне кіріктірген жөн. Сонда оқушылар өзгеріске тез бейімделуді үйренеді.